Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мынандай қызықты есеп шығаратын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен, ал өзінің әпкесінен 5 жас кіші. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас болады. Марат ағай нешеде дейді. Енді алдымен есептің берілгенін жазып алайық. Бізде Әлияның жасы белгісіз. Демек жазамыз Әлияның жасы белгісіз. Енді Марат ағай Әлиядан 15 жасқа үлкен дейді. Демек Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен. Марат ағайдың да жасы белгісіз. Әлиядан 15 жасқа үлкен. Енді ал Марат ағай өзінің әпкесінен 5 жас кіші дейді. Әпкесі демек Марат ағайдан 5 жасқа үлкен. Әпкесінде жасы белгісіз. Марат ағайдан 5 жасқа үлкен. Үшеуінің жасын қосқанда 65 жас дейді. Үшеуінің жасы 65 жасты құрайды. Енді біз бұл жерде Әлияның жасы белгісіз, демек біз Әлияның жасын X деп аламыз. Ал Марат ағайдың жасы 15 жасқа үлкен. Әлияның жасы X болатын болса, одан 15 жасқа үлкен деп Марат ағайдың жасын қосып қоямыз Әлияның жасына. Сонда X қосу 15 деп жазамыз. Енді әпкесінің жасы Марат ағайдан 5 жасқа үлкен. Әлияның жасы X. Ал Марат ағай одан 15 жасқа үлкен, ал әпкесі одан 5 жасқа үлкен деп жазып қоямыз. Енді есепті шешейік. Әлияның жасы X. Демек бұл жерде біз үшеуінің жасын қосамыз. Енді Әлияның жасы X. Енді оған Марат ағайдың жасын қосамыз. Марат ағайдың жасы X қосылған 15. Ал әпкесінің жасы X қосылған 15 қосылған 5 де қоямыз. Енді үшеуінің жасы 65 жас. Енді бізде осындай теңдеу шықты. X-тарды бір-біріне 3x болғандықтан біз x-ті 3-ке көбейтеміз. Қосамыз. Бізде мына сандарды бір-біріне қосамыз. 15-ке 15-ті қоссақ 30, 30-ға 5-ті қоссақ 35 болады. Тең болады 65-ке. Енді бізде мына жерде x көбейтілген 3. Мына жерде қосу тұрғандықтан тең деп жазамыз да 65 теңдеуді біз ықшамдап жатырмыз. 65-тен азайтамыз 35-ті. Енді x көбейтілген 3 тең 65-тен 35-ті азайтсақ 30. X-ті табамыз. X тең болады 30-ды бөлеміз 3-ке. X тең болады 10-ға. Біз жаңа Әлияның жасын X деп белгілегенбіз. Біз X-ті таптық. X бізде тең 10-ға. Демек бұл Әлияның жасы болады. Әлия 10 жаста екен. Енді біз Әлияның жасын тауып алдық. Әлияның жасын тауып алдық. Демек, ал Әлияның жасынан Марат ағайдың жасы 15 жас үлкен дедік. Әлияның жасы 10 жаста, оған 15 жасты қостық. 15 жас үлкен. Сонда бізде 25 болады. Демек, Марат ағайдың жасы 25 екен. Марат ағайдың жасы 25-те. Енді, ал әпкесі Марат ағайдан 5 жасқа үлкен десек, 25-ке қосамыз. Қосамыз 5-ті. Сонда бізде 30. Бұл әпкесінің жасы екен.
Сонда біз Марат ағайдың жасын таптық. Сонда есептің жауабы Марат ағай 25-те. Марат ағай 25 жаста.